Баршаңызға қайырлы күн, құрметті мен көрермендерім. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей жұп-жұмсақ, нәзік әрі аузыңызда еритін рогалики әзірлейтін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Видео сіздерге ұнаса, видеома лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды, қопсытқыштымызды, яғни разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді сметанамызды, 20% сметанамыз салып, бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды саламыз. Енді осының бәрін біріккенше жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып дайын болды. Енді осы қамырды пакетке салып, 20-25 минутқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа салатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз, жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Видеоның жазбаша толық рецебі видеоның астында описанияға тіркеп қойып кетемін, сол жерден көре аласыздар. 4-ке бөліп алған қамырымызды бірінші бөлігін алып, жұп-жұқа етіп қамыр жайып шығатын боламыз. Міне жұп-жұқа етіп жайылған қамырымызды пышақтың көмегімен осы видеодағыдай етіп кесіп шығатын боламыз. Арасына кез келген начинка салсаңыздар болады. Творог, варенье, кез келген дүниесіңізді, шоколад салсаңыздар да өте дәмді болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, өте керемет болып шығады. Рогаликтерімізді толықтай орап, дайындап болған соң, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қыздырып, 20-25 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Көп ұстамаңыздар, көп ұстасаңыздар қатып қалады. Міне біздің рогаликіміз дайын болды. Бетіне сахарный пудра сеуіп әсемдейміз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға қатысты өз пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта осындай керемет рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.